Сәлем достар, сіздермен балконды өз қолымызбен қайта жаңартуды жалғастырамыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Келесі кезекте қауіпті темірді алып тастап, орнына ағаш тақтайша орнатамыз. Келесі кезекте өз қолымызбен полка жасаймыз. Ол үшін бізге осындай 3 дана тақтайшалар қажет болады, және ілгіштер қажет болады 4 дана, және түссіз лак қажет болады. Диаметрі 10 мм болатын бұрғы және жут арқаны диаметрі 10 мм болу қажет. Содан кейін арқан өткізетін тесіктерді белгілеп аламыз. Содан соң арқандарымды қара түске бояп шықтым. Өз қалауыңызша басқа түске бояуға болады. Содан кейін полкалардың орналасу реті, ара қашықтығы, биіктігі барлығы өз қалауыңызша.
Достар, сіздерге балконды қайта жаңарту ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.